Саламатсыздар ма балалар? Әлемдік экономикалық дағдарыс бөлімі бойынша бүгінгі қарастыратын сабағымыздың тақырыбы әлем елдері ұлы дағдарыстан қалай шықты. Бүгінгі сабақта фактілерді, процестер мен оқиғаларды салыстыру арқылы дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан шығудың түрлі жолдарын Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия үлгісінде түсіндіреміз. Ұлы дағдарыс 1929 жылғы қазандағы Нью-Йорк фондылық биржасында миллиондаған акциялардың бағасының миллиардтаған долларға кеміп кетуіне байланысты үрейден басталды. Бұл бағалы қағаздар рыногының апатқа ұшырауы еді. Акциялар мен биржалық алып-сатушылық және олардың курсын 1928-1929 жылдары экономикалық серпіліс кезіндегідей жасанды түрде асыру осындай салдарға алып келетіні күмәнсіз еді. Бірақ биржа апаты терең экономикалық дағдарыстың тек сыртқы көрінісі ғана болды. Экономикалық циклдың міндетті кезеңі болып табылатын экономикалық дағдарыстардың ең басты себептерінің бірі өндіріс пен тұтыну арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы болып табылады. 1929-1930 жылдардағы экономикалық дағдарыс ерекше болды. Дағдарыстың аса ұзаққа созылуы, кей елдерде 5 жыл бойына дағдарыстан автоматты түрде шығудың дәстүрлі нарықтық механизмінің бұл жағдайда істемейтіндігін, сол себепті мемлекеттік реттеу механизмімен толықтырылуы тиіс екендігін көрсетті. Халықаралық тауар алмасу процестеріне кедергі келтірген қолдаушылық саясаты да дағдарыстан шығуды қиындатты. Ұлы дағдарыс Америка Құрама Штаттарын 1923-1933 жылдары шарпыса, Германияда бұл үдеріс 1929-1933 жылдарды қамтыды. Ал Франция дағдарысқа кешірек кірікті. 1930-1936 жылдары Францияда ұлы дағдарыс сипаты айқын болды. 30 жылдары дүниежүзілік тарихтағы әрі экономикалық дағдарыс тарихта ұлы дағдарыс деп аталып кетті. Дағдарыс барлық индустриалды дамыған және артта қалған елдерді қамтыды. Экономикалық дағдарыс өндірістің барлық салаларын қамтыды. Дағдарыстың нәтижесінде тұрғындар жоқшылыққа ұшырады. Батыс елдердегі жұмыссыздардың саны 26 миллион адамнан асып түсті. Ұлы дағдарыстың салдарлары өндіріс 20 ғасырдың басындағы деңгейіне дейін төмендеп кетті. Яғни 30 жыл кейінге шегінді. Нарықтық экономикамен дамыған индустриалды елдерде жұмыссыздар саны 30 миллионға жетті. Фермерлер мен ұсақ саудагерлердің, орта таптың өкілдерінің жағдайы төмендеді. Олардың көбі кедейшіліктің шегіне жетті. Бала тууы кенеттен төмендеп, ақш аумағында 25%-дан 30%-ға дейін балалар аштықтан азап шекті. Коммунистік, оңшыл экстремистік партиялардың жақтаушылары көбейіп кетті. Мысалы, Германияда үкімет басына национал-социалистік неміс жұмысшылар партиясы келді. Дағдарыспен күрес. Дағдарыстан қалай шығу керек? Әр мемлекет дағдарыстан шығудың өзіндік жолын ұстанды. Соның ішінде ел билігіне осындай ауыр жылдары келген Франклин Делано Рузвельт, ақш-тың 32-ші президенті, дағдарыстан шығу үшін жаңа бағыт саясатын ұсынды. Бұл саяси экономикалық реформа кейнсшілдік теориясының негізінде жүргізілді. Кейнсшілдік. Бұл теорияның авторы Джон Мейнард Кейнс, ағылшын экономисі. Экономикалық теорияның Кейнстік бағытының негізін салушы болып табылады. Кейнс экономиканың дамуына мемлекеттік реттеудің қажеттілігі идеясы негізінде жасалған макроэкономикалық теорияның авторы. Джон Мейнард Кейнстің жұмыспен қамту, пайыз және ақшаның жалпы теориясы еңбегі негізі қаланды. Джон Кейнстің жаңа идеясы бойынша мемлекет жоғары деңгейде жұмыспен қамтиды, экономикалық өсімді тек мемлекеттің белсенді араласуы қамтамасыз ете алады деді.
Кейнс экономиканы дағдарысқа қарсы реттеу жөнінде бірнеше нақтылы шаралар ұсынды. Ол мемлекеттік шығындарды азайту немесе арттыру, экономикалық конъюнктураға байланысты салықтар мен банк пайыздарын кеміту немесе көбейту арқылы экономиканы жалпы мемлекеттік реттеу, макро реттеу механизмін жасады. Дағдарыс жағдайында сұранысты қампайту, яғни өндірісті ынталандыру мақсатында мемлекеттік шығындарды арттыру, салық пен банк пайызын азайту, ал экономиканың қызып кеткен және инфляция жағдайында шығындарды азайту, салықтарды және банк пайызын көбейтуді ұсынды. Мемлекеттік реттеудің бұл шаралары тоқта жүре бер ұстанымы деген атқа ие болды. Жаңа бағыт дағдарысты жеңуде Кейнс ілімін ұстанған президент әкімшілігі 1935 жылы Конгрестің бекітуіне әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заңды ұсынып, Конгресс бұл заңды қабылдады. Заңға сәйкес Америка халқын жұмыссыздықтан қорғау шаралары белгіленді. 65 жасқа толған американдықтарға зейнетақы тағайындалды және қоғамдық жұмыстарды дамыту әкімшілігі құрылды. Франция, айтып жатырмын, ұлы дағдарысқа кешірек кірді. Социал реформизм, капиталистік қоғамды реформалау жолымен демократиялық социализмге жетуге бағытталған саяси идеологияны ұстанған Франция, мемлекет әлеуметтік қамсыздандыруды жақсартуы тиіс деді. Сыртқы сауда, капиталдың экспорты мемлекет бақылауына өтті. Француз банкі мемлекет бақылауына өтті. Ауыл шаруашылығын, тұрғын үй құрылысын қаржыландыру жүзеге асырыла бастады. Германияның дағдарыспен күресу жолдарына келсек, 1929-1933 жылдары Германиядағы экономикалық дағдарыс қоғамдық саяси революциялар тудырды. 1933 жылы билікке келген Адольф Гитлер экономикалық дағдарыстың күрделі жолын таңдады. Ол фашизмге жол ашып, республикалық жүйені тоталитарлық диктатураға алмастырды. Дағдарысқа қарсы іс-шаралар экономиканы дағдарыстан алып шығу мақсаттарын ғана емес, әлемдік үстемдікке қол жеткізу сияқты стратегиялық мақсаттарды да көздеді. Германия өнеркәсіпті басқару үшін 18 экономикалық палаталар құрды. Еңбек нарығына мемлекеттік ықпал ету шараларының кешені экономиканы милитандырудың арқасында жұмыссыздықты жоюға мүмкіндік берді. Экономиканы милитандандыру және соғысқа дайындалу. Міне осы екі ірі шара 1930 жылы Германияның экономикалық дағдарыстан шығуына мүмкіндік берді. Енді қарастырған мәселелер бойынша білімімізді бекітейік. Сіздерге ақш-тағы ұлы дағдарыс кезеңіне тән суреттер ұсынып отырмын. Тұлғаларды атап, суреттер бойынша өз ойларыңызды тұжырымдаңыздар. Рахмет. Енді сіздердің жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен сәйкестендіріп, салыстырып көрелік. Бірінші суретте ақш-тың 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельт бейнеленген. Ол ақш-ты ұлы дағдарыстан алып шығудың, яғни әлеуметтік дағдарыстан шығу реформасы жаңа бағыт курсын жасады. Екінші суретте өнеркәсіптің қысқару нәтижесінде халықтың жұмыссыздығы ұлғайды. Сондай-ақ Америка Құрама Штаттарында балалар өлімі аштықтың есебінен көбейді. Экономикалық және саяси жағдай Даус жоспарының қабылдануымен ақш-тың позициясы күшейе түсті. Ал төртінші суретте көрсетілген Бриан мен Келлог пактісі халықаралық қатынастарды қарусыздандыру мәселесін тұрақтандырды. Рахмет. Екінші тапсырма аяқталмаған матрица деп аталады. Сіздерге дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан шығудың жолдарын ақш, Германия, Франция мемлекеттері мысалында негіздеңіз.
3 мемлекет беріліп тұр. Яғни осы 3 мемлекеттің дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын көрсетсеңіз. Бірінші бағанда әлеуметтік экономикалық және саяси қарым-қатынастар деңгейі мен ерекшеліктерін, екінші бағанға экономикалық өмірге мемлекеттің араласу деңгейін, үшінші бағанда мемлекеттердің мәжбүрлі және қоғамдық жұмыстарға азаматтарды тарту мәселесін жазсаңыз. Жақсы, рахмет. Енді жасаған жұмысымызды дайын дұрыс жауаптармен тексеріп көрелік. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан шығудың жолдарында Америка Құрама Штаттары мемлекеттік реттеудің тоталитарлық нұсқасын таңдады. Экономиканы жаппай милитарландырды. 1935 жылы Конгресс әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заң қабылдады. 65 жасқа толған американдықтарға зейнетақы тағайындалды. Қоғамдық жұмыстарды дамыту әкімшілігі құрылды. Францияда зейнеткерлер мен шенеуніктердің жағдайын төмендетпеу, сауда орындарына төлемақыны азайту, мүлікті қарызға беруге тыйым салу шаралары қолданылды. Француз банкін мемлекет бақылауына алып, соғыс өнеркәсібі де национализацияланды, яғни мемлекеттің қарауына өтті. Жалақыны қысқартпай Франция жұмыс аптасын қысқартты. Жұмыссыздарға көмек көрсету үшін ұлттық қор құрылды. Қоғамдық жұмыс орындары ұйымдастырылды. Германияда халықты нацистік жоспарларды іске асыруға жұмылдыру, елде әлеуметтік бітім орнату мақсатында әлеуметтік саясат бағыты іске асырылды. Германияда Америка Құрама Штаттары сияқты экономиканы жаппай милитарландырып, соғысқа дайындалды. Өйткені Германия өнеркәсіпті басқару үшін 18 экономикалық палата құрды. Мемлекет әлеуметтік қамсыздандыруды жақсартты. Сыртқы сауда, капиталдың экспорты мемлекет бақылауына өтті. Өте жақсы. Егер барлық жауаптарыңыз сәйкес келсе, өте жақсы. Жаңа бағыт 21 ғасырдағы ақш экономикасын көтеруге бағытталған ерекше бетбұрыс болды. Жаңа бағыт жетістіктерінің арқасында Америка Құрама Штаттары тарихында Рузвельт 4 рет президентке сайланған жалғыз президент болды. Ақырында Америка Құрама Штаттарының екінші дүниежүзілік соғысқа кіруі Құрама Штаттардағы ұлы депрессияны аяқтады. Германия милитаризм соңына түсіп, бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілісінен кек алу үшін жаңа соғысқа дайындалуға көшті. Осылайша Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия елдері экономикалық дағдарыстан шығудың түрлі тәсілдерін қолданды. Ал балалар, бүгінгі сабақтың кері байланысы Попс формуласы әдісі арқылы түйіндесек. Яғни, 4 сөйлеммен бүгінгі сабаққа баға беріп қойыңыз. Бірінші сөйлеміңіз менің ойымша. Екінші сөйлемді. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлемде оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Және соңғы сөйлемде осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім деген аяқталмаған тезистерді толықтырамыз. Назарларыңызға рахмет.